Сәлем магистрант, бүгінгі біздің тест талдауымыз қазақ тілін оқыту әдістемесінде еңбек еткен әдіскерлердің еңбектеріне арналады. Еңбектерін жаттауда біз көп қателесеміз, сондықтан да бір мағлұматқа сыйдыруға тырыстым. Олай болса бастайық. Мұғалімнің жұмысы балалар. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, оқытушы олардың көкейіне қондыра алмағаны үшін өз-өзін кінәлауға тиіс. Ол балалармен сөйлескенде ашуланбай, жұмсақ сөйлесу, шыдамдылық ету керек. Әрбір нәрсені ықыласпен түсінікті етіп түсіндіруі керек. Мәнерлі сөз, орынсыз терминді пайдаланбауы керек деген Ыбырай Алтынсарин. Бала оқытатындар бала оқуын жақсы білерге керек. Бала оқуын жақсы білмейін деген адам әуелі балаларға үйрететін нәрселерін өзі жақсы білерге керек. Екінші, баланың табиғатын біліп, көңіл сарайын танитын адам боларға керек. Оны білуге баланы туғаннан бастап өсіп жеткенше тәнімен қатар ақылы қалай кіретінін білерге керек. Баланың ісін түсіне қарап, ішкі халін хабар аларлық болу керек деген Ахмет Байтұрсынов. Бұл жерде Ян Амонс Каменскийға байланысты көптеген сұрақтар кездеседі, соны бір жерге топтауға тырыстық. Әйгілі чех педагогы Ян Амонс Каменский 18-ші ғасырда өмір сүрді. Дидактика саласына қызмет етті. Ұлы дидактика еңбегінің авторы, баланы тәрбиелей отырып оқытуды ұсынған әйгілі педагог. Ұстаз аз сөйлеп, шәкірт көп үйренетін болсын деді. Каменскийдің идеясын жалғастырушы педагог ол Ушинский. Бала мінезінің алуан қырлары туралы үлкен еңбек қалдырған тұлға, ана тілін қалай оқыту керек, емле әріп жайынан, емлені өзгертуге жоба, қазақша хат тану әдісі, жаңа әріпті тез үйрену жолы, комплекс жүйемен сабақ беру тәжірибеміз мақалаларының авторы. Осы тесттерде жиі кездесетін сұрақ: тәрбиеге жетекші, тіл туралы, психология еңбектерінің авторы Жүсіпбек Аймауытов. Кім оқытады? Мектеп медреселер мәселесі, оқшау сөз, шәкірттер жайынан мақалаларының, үлгілі іс мақалаларының авторы Міржақып Дулат. Жазалық оқу құралы һәм мектеп, Қазақстандағы оқу жұмысының құрылысы мақаласы, ана тілі бастауыш мектепте, Қызыл әскер әліппесі, сауатты бол оқулықтарының авторы, қазақтың тұңғыш педагогика оқулығының авторы Мағжан Жұмабаев. Тестте методистерге байланысты, осы әдіскерлерге байланысты сұрақтар көп кездеседі. Қазақ тілінің оқыту әдістемесінде синтаксисті оқыту мәселелерімен айналысқан ғалым, құрмалы сөйлемнің таблицасы, құрмалы сөйлемнің синтаксисінің методикасы, жай сөйлем синтаксисін оқытудың методикасы еңбектерінің авторы Қасен Қуандықұлы Арғынов. Қазақ тіліндегі тыныс белгілерді, яғни пунктуацияны оқытудың әдісін жан-жақты зерттеген ғалым, қазақ тілі синтаксисі мен пунктуациясын оқытуға арналған құрылымдық схемалар, қазақ тілі сабақтарының мазмұны мен жоспарлау үлгілері, монографиясы, пунктуацияның қиын мәселелері еңбектерінің авторы Әуелбаев. Әрине, біз бәрін қарастырған жоқпыз. Келесі сабақтарда осы қазақ тілінің әдістемесіне байланысты еңбектерді
қарастыратын боламыз.